Оқу жаттығу сценарийі бойынша жедел ақпарат тарады. Әуежайдағы ұшақты лаңкестер басып алып, жарылғыш зат қойған. Олар тіпті борттағы жолаушыларда кепілге алған. Оқиға орнына бірден полиция күштері жұмылдырылып, төңіректі толық шолып шықты. Азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында аумақ қоршауға алынып, күшейтілген күзет қойылды. Жүріс-тұрыс қатаң бақылауда. Тек арнайы қызмет көліктерінің қозғалысына ғана рұқсат берілді. Оқу жаттығу барысында жауған жаңбыр арнайы операцияны біршама қиындатты. Соған қарамастан шұғыл түрде арнайы штаб құрылып, әуежай маңы толық барланып, қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Арнайы жасақ тасада тұрып, лаңкестер бекінген ұшақты қоршауға алды. Арнайы жасақ тобының бірлескен шабуылының арқасында лаңкестер құрықталды. Бұл оқу жаттығу болғанымен, мұнда ешқандай қателікке жол берілмеуі тиіс. Барлығы шынайы жағдайдағыдай нақты жоспарланып, іс-қимылдар дәлдікпен орындалды. Мұндай оқу жаттығулар дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады. Оның негізгі мақсаты күштік құрылымдардың өзара іс-қимылын үйлестіру және дайындық деңгейін арттыру. Оның негізгі мақсаты террористік сипаттағы қауіптер пайда болған кезінде мемлекеттік органдардың әрекет ету іс-қимылын пысықтау. Жалпы жаттығуда облыстық ұлттық қауіпсіздік, полиция, төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері және де ұлттық ұлан әскери қызметкерлері, әкімшілік және денсаулық сақтау басқармасы өкілдері қатысып жатыр. Оқу жаттығу барысында облыстық полиция департаментінің қызметкерлері тұрғындарды жалған ақпарат таратпауға және дүрбелеңге бой алдырмауға шақырды. Мұндай оқу жаттығулар дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады және халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Алексей Краснов, Аслан Ермекбай, Алау телеарнасы.